Кайраlı кеш менің құрметтілерім. 3 минуттық рубрикасы. Бұл TikTok деген нәрсенің бір жақсы жері. Қасында болмаса да адамдармен жүрегінен шыққан сөздер арқылы тілдесе алуға мүмкіндік береді, яғни жағдай жасайды. Жалпы көңіл күйім жақсы кезде шабыт келеді. Шабыт келген кезде мен әдетте не істеймін? Өлең шумақтарын қараймын, кітап оқимын, үй жинаймын, музыка тыңдаймын, билеймін. Бүгін сол кішкене өзіме өмірлік ұстаным ретінде қалыптасқан, студент кезімнен бері жаттаған Мұқағали Мақатаев атамыздың өзіңді өзің жақсы көр туындысымен бөліскім келіп отыр. Қазір кішкене еміс есімнен шығып қалыпты, бір қарауға рұқсат етіңіздер. Бірақ өте керемет өлең шумақтары. Өзіңізді табуға көмектесетін шумақтары, қатарлары жүрегіне жететін жерлері бар. Олай болса кеттік. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласын. Бұл өмірде неше түрлі адам бар. Сен туралы білмей жатып жамандар. Мұна сені жек көреді біліп қой. Өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр. Алдарыңнан шықсын десең жақсы жол. Жақсы жанды жолықтырғың келсе егер, ең бірінші өзің сондай жақсы бол. Алдарыңнан шықса дағы қандайсың, қыран болсаң, сыннан биік самғайсың. Кешіре сал, біреу сені ренжітсе, кешіргеннен кішірейіп қалмайсың. Тірлігіңе қарап тұрып таңдана, тіліндегі уын шашар сонда да. Мұна сені өсектейді отырып, қолдарынан түк келмейтін жан ғана. Елің үшін төгілсе егер ащы тер, жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Әрбір адам жеке тұлға, қайталанбайтын мінез. Өз-өзімізді жақсы көріп жүрейік.